Братан, не ол? Ана титаның басындағы қайтшы, шай бірсін ішкен. Той жиындарда жүретін қайнаш братан. Сен де таппай жүрдің ғой? Бүкіл ауылға сағат 12-де бет ашыр деп айтып шығыңдар, жарай ма? Бәрі естісін, 3-4 адаммен бет аштырмай, құр бар. Қалай? Братчик, анау магазинге бар да? Не қыш? Сок-пок бірдеңе алып кеш бар. Ақшасын берсеңші. Ой, қайнаш қарызға десең, Бере ма? міне бер. 125-тің қарызым бар ғой мен. Жаным, жеңші, ақ жеңші, отын бәрін бұтақ қойды. Бір шиша берсеңші, ал құдықтың басында өңшен құдықтар отыр. Отындарды алып ана қазанның астына жақсаңдаршы, не жағатынымызды білмей қалдық. Аяқ киім жағып жібердік қой. Міне жеңші бар. Жеңші, келіндеріңіз айтсайшы ма, есік алды, шыныр басында, немені білмеймін. Ойбай, о, қайным, сенен артығы жоқ қой. Ай, жаным айналайын. Су шашынаш ма аға? Ай, жаным айналайын. Қолы бос кезде тикток көретін Марат аға. Алмашып тұрма, ішпішке ойнамақ кіп қалсын. Иә, батан ойнамақ сөп қалсын. Неме дейді. Арқылы айна 10 миллион теңге тауып жатырмын. Дәл солай сен де менің тегін мастер-классыма қатыс. Вот тапсың. Насколько Касым Жомарт Токаев смотрел... Такаев емес қой, Тоқаев қой, о ғой, атаңа нәлет о деген әдем. Ағам Motorola дейтін телефон сатып алады. Алдындағы телефоншы. Siemens дейтін ба, оның ішінде ана стройка дейтін ойын бар еді ғой. Сол стройка тоқтатты, Siemens мен қосып сатып жіберді оны. Бейбіт қорған деген әнші хит болып жатыр екен ғой. Яғни шоқ қыздар деген айырып жатыр ғой. Бүкіл жерде қосылып тұр. Кеше мамамен базарға барамын ғой. Андай 3 түрлі ручка алып береді, қычық дейтінше. Калькуляторы бар, сағат алып береді ғой. Өшіргіш алып береді, бір жағы көк, бір жағы сарыда. Біреу қалам, біреу ручка өшіреді ғой.